Кәдімгі қызылды жасылды ақша да аса қауіпті ауруларды тасымалдайды екен. Алматылық дәрігерлер менингит, туберкулез сынды өлімге әкелетін қауіпті бактериялар банкноттардан да табылып жатыр деп дабыл қақты. Қарапайым тазалық талаптарының сақталмауынан көзге көрінбейтін заттар адам ағзасына түсіп, арты қайғылы жағдайға келуі бек мүмкін екен. Тілшіміз Нұргүл Нұрланқызы теңгені тексеріп көрді. Әдетте біз ақша қолдың кірі деп жатамыз. Тура мағынасында да солай екен. Яғни көзге тап-таза болып көрінгенмен банкноттардың қай-қайсында да бактерия қаптап жүр. Ақша айналыста неғұрлым ұзақ жүрсе, ондағы ауру тудырғыш заттар да соғұрлым көбейе түседі. Мамандар бір ғана қағаз ақшада 500-ден аса микроағза болатынын анықтаған. Әрі купюрадағы бактериялар өте өміршең келеді. Көк қағаздың осындай жоғары қаупі туралы алматылық дәрігерлер Қараша халыққа ескерту жасады. Көп адамдар ойланбастан ақша санаған кезде ауыздарына саусақтарын салып түкіріп, енді болады ондайды көріп жатамыз, ақша санап жатады. Бұл адамдарда ауруды жұқпалы ауруды жұқтыру қаупі өте жоғары. Бацилла, стрептокок, ішек таяқшасы. Банкноттарда өте жиі кездесетін бактериялар осылар. Ақшада өмір сүретін мұндай заттар адамды фарингит, менингит, өкпе қабынуы, туберкулез сынды кеселдерге душар етуі мүмкін екендігі ғылыми тұрғыда дәлелденіпті. Бірақ мұны көпшілік ескере бермейді. Ақшадан тарайтын аурулардан арнайы қорғанатын бірен-саран адам бар. Солардың бірі алматылық Людмила Шукшева. Ол бала шағасына ақшаны ұстатпас бұрын қызған үтікпен әбден басады екен. Самое грязное это деньги, потому что ақша бізге дейін небір қолдан өтеді, сондықтан бұрыннан банкноттарды үтікпен басамын. Жоғарғы температура көк қағаздағы ауру тудырғыш заттарды өлтіреді. Бұған қоса қазір көбіне карта арқылы төлем жасауға тырысып жүрмін. Қолыңыздағы теңге қаншалықты қауіпті? Оны ұлттық сараптама орталығына барып тексертуге болады. Біз тексеруден өткізген купюрадан қауіпті ауру қоздырғыш табылмағанмен, зертханадағы мамандардың оны тап-таза деп те айтуға ауыздары бармады. Ал ақшадан өлімге жетелейтін кеселдерді жұқтырмайын десеңіз, қарапайым тазалық талаптарын сақтағаныңыз жөн. Әсіресе тамақ ішер алдында қолды жуу маңызды. Банкноттарды кішкентайларға тіпті ұстатпаңыз. Сондай-ақ дәрігерлер шекара асып шетел ақшасын қолданған кезде де аса сақ болу қажет дейді. Нұргүл Нұрланқызы, Регина Ким, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматыдан.